Больная, ты больная, что с тобой? Аулада байлаулы тұрған итті күрекпен аяусыз ұрған әйел адам қамауға алынды. Атырау тұрғыны қарғы баулыға мысығымды өлтірді деп ашуланған көрінеді. Жануарға аса қатыгездік танытқан тұрғынның үстінен қылмыстық іс қозғалды. Кеш жарық көрермен, 7-ші арнада жаңалықтар, алдымен басты тақырыптарды назарларыңызға ұсынамыз. Нұрай Серікбайды өлтірді деген күдікті психикалық орталыққа мәжбүрлі түрде емдеуге жіберілді. Шымкент қаласының полиция департаменті бұл ақпаратты ресми түрде растады. Емдеу аяқталғаннан кейін ол қайтадан тергеу изоляторына қамалады. Самұрық қазына жоғары жалақы алатын 729 қызметкерін қысқартпақ. Осылайша 5 миллиард теңге үнемдеуді жоспарлап отыр. Қысқарту әуелі Астанадағы әкімшілік персоналдан басталады. Елде мемлекеттік құпияны сақтауға қатысты талап күшейтілмек. Мәжілісмендер тиісті заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Құжат бақылауды арттырып, мемлекеттік күзет қызметінің өкілетін кеңейтуді көздейді. Иран ақштың әйгілі Microsoft, Apple, Google компанияларын санаға алды. Кәсіпорын қызметкерлеріне жұмыс орнынан кету ескертілді. Ал Дональд Трамп жақын арада Иранға қарсы шабуылды тоқтатуға құлықты. Жезқазғанда полицейлер жанып жатқан пәтерден ер адамды аман алып шықты. Көк түтінге тұншығып, есінен танып қалған азаматты құтқарған тәртіп сақшыларына тұрғындар алғыс айтып жатыр. 7-ші арнада кешкі жаңалықтар. Оксана Петерспен. Түркістан облысында өз әкесіне күш көрсеткен үшін 5 жылға сотталған Алмас Садақбаевқа шығарылған сот үкімі өзгерді. Бұған дейін мемлекеттік айыптаушылар үкімге наразылық білдіріп апелляцияға берген еді. Бірінші сатылы соттың 16 қаңтардағы шешіміне сәйкес Садақбаев қылмыстық кодекстің 2 бабымен кінәлі деп танылып 5 жыл мерзімге бас бостандығынан айырылған. 41 жастағы ер адам әкесін ұрып соғып қорлаған үшін сотталған еді. Сот оны қинау және денсаулыққа қасақана орташа ауырлықтағы зиян келтіру баптары бойынша кінәлі деп таныды. Енді сот алқасы апелляциялық өтініш хатты қанағаттандырып, бірінші сатылы соттың үкімі өзгерді. Садақбаев түпкілікті 6 жылға бас бостандығынан айырылды. Садақбаевтың тарапынан жасалған қылмыс қоғам үшін өте ауыр оқиғалардың бірі болғанын, жәбірленушінің дәрменсіз күйде адам екенін пайдаланып, оны қинау арқылы ұдайы ұрып соғу жолымен тән зардабын және психикалық зардабын шегуге ұшыратып, барынша арсыздықпен ұштасқан аса қатыгездікпен өзінің туған әкесінің денсаулығына қасақана орта жарақат салып, созылмалы уақыт арасында қинап келгені, жәбірленушінің қайтыс болғаннан кейін құқық қорғау органдарына хабарламай жерлеу әрекетін жасағаны үшін жаза мөлшерін ұлғайтуға толық негіз барын тапты. Нұрай Серікбайды өлтірді деген күдікті психикалық орталыққа мәжбүрлі түрде емдеуге жіберілді. Шымкент қаласының полиция департаменті бұл ақпаратты ресми түрде растады. Емдеу аяқталғаннан кейін күдікті тергеу әрекеттерін жалғастыру үшін қайтадан тергеу изоляторына қамалды. Полиция дерегінше қазір күдіктіге қатысты тергеу, адам өлтіру, некеге тұруға мәжбүрлеу және сталкинг бойынша жалғасып жатыр. 2 рет жүргізілген сот психиатриялық сараптаманың қорытындысы бойынша күдіктіден психикалық бұзылыстар анықталып, осыған байланысты ол мамандандырылған мекемеге мәжбүрлі емдеуге жіберілді. Тергеушілер жәбірленуші тараппен тұрақты байланыста. Үздіксіз байланыс қамтамасыз етіліп, қабылданған процессуалдық шешімдер бойынша түсіндірмелер берілуде. Заңда белгіленген тәртіппен тергеу барысы туралы ақпарат жеткізілуде. Сараптама қорытындылары мен іс материалдары түсіндірілуде. Елімізде арнаулы мемлекеттік органдардың жұмыс тиімділігін арттыру көзделіп отыр. Бүгін мәжілісте тиісті заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды. Құжаттың басты мақсаты ел қауіпсіздігіне жауапты құрылымдардың жұмысын күшейту. Заң жобасында тағы қандай өзгерістер бар? Әріптесім Минара Барсақбаева айтып береді.
Депутаттар арнаулы мемлекеттік органдарының қызметін реттейтін заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Бұл бастама мемлекеттік органдар жұмысының тиімділігін арттыруды көздейді. Бірден 3 кодекс пен 11 заңға өзгеріс енгізу ұсынылды. Негізгі жаңалық мемлекеттік құпияларды қорғау күшейтілмек. Енді олардың қорғалуының әлсіреуі ұлттық қауіпсіздікке төнген қатер ретінде бағаланады. Заң жобасы бақылауды күшейтіп, мемлекеттік күзет қызметінің өкілетін кеңейтуге бағытталған. Мемлекеттік құпияны сақтау талаптарын бұзғандар жауапкершілік артады. Закон о противодействии экстремизму. Мемлекеттік құпияларды қорғау деңгейінің төмендеуін ұлттық қауіпсіздікке қауіп ретінде бағалау. Осы салада жүйелі құқықтық реттеуді күшейтіп, бақылау тетіктерін жетілдіруге мүмкіндік береді. Бұдан бөлек экстремизм мен терроризмге қарсы күресте күшейтіледі. Әлеуметтік желілерде аталған мазмұндағы материалдарды сақтауға тыйым салу ұсынылып отыр. Құзырлы органдар енді мұндай қауіптің алдын алып, таралу себептерін анықтауға міндеттеледі. Осы жаңалық әсіресе бүгінгі күні өзекті болып отыр, өйткені интернет және әлеуметтік желілер арқылы радикалды идеялар мен нанымдар белсенді түрде насихатталып, осылайша жастардың дүние танымы мен мінез құлқына әсер етеді. Тағы бір жаңалық ұлттық қауіпсіздік органдары мен мемлекеттік мекемелердің жедел бөлімдеріне IT және кибер қауіпсіздік саласын жетік меңгерген жастарды тарту көзделіп отыр. Бұған дейін мұндай қызметке үміткерлер 23 жасқа дейін ғана қабылданатын. Енді осы шектеуді алып тастау ұсынылды. 17 жасында мектеп бітіріп жатса, 18-19-ында ол колледж бітіреді. Бірақ бізде мамандандырылған жақсы колледждер бар ғой, немесе университеттер бар. Сол мамандарды бірден осы ұлттық қауіпсіздік саласына, осы бөлімдерге бірден тартуға жақсы мүмкіндік. Ал енді біз қазір оларды тартайық десек, жас ерекшелігі шектеу болғандықтан біз оларды ала алмай қаламыз. Сондықтан олар әрине көп жағдайда коммерциялық жақсы ақша төлейтін бағытта салаға кетіп қалады, немесе шетелге кетіп қалады. Цифрлық технология қарқынды дамыған заманда интернет арқылы жасалатын қылмыстарға қарсы күресті күшейту басты міндеттердің бірі. Сондықтан білімді, талантты жастарды ертерек тарту жұмыстың тиімділігін арттырады дейді депутаттар. Инара Барсақбаева, Берік Нүсәлімов, Жами Бейсенов, 7-ші арна. Самұрық қазына холдингінің 729 қызметкері жұмыссыз қалады. Президенттің кофе сүйер қызметкерлерге қатысты сыннан кейін компания Астанадағы штатты қысқарта бастады. Бұл ұжымның 11% негізінен әкімшілік басқару қызметіндегілер деп хабарлады Самұрық қазына баспасөз қызметі. Компания өкілдері қысқарту нақты қашан болатынын айтқан жоқ. 700-ден астам маманның жыл соңына дейін кететіні анық. Қысқартуға ұшырағалы отырғандардың орташа жалақысы шамамен 762 мың теңге. Осының есебінен холдинг алдағы 9 айда 5 миллиард теңге үнемдемек. Әйтсе де жұмыстан шығатындар өтемақысыз қалмайды. Өтемақы төлемдері Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес, сондай-ақ жұмыс берушілер мен компания қызметкерлері арасындағы қолданыстағы ұжымдық шарттар, келісімдер аясында бір орташа айлық жалақы мөлшерінде жүзеге асырылады. Өзгеде жаңалықтар, Иран ақштың әйгілі Microsoft, Apple, Google компанияларын нысанаға алды. Таяу шығыста ақпараттық коммуникациялық технологиялар мен жасанды интеллект саласындағы 15 ірі өндіруші бар. Meta, Nvidia, Tesla да осының ішінде. Иранның ислам революциясы сақшылар корпусы ақш шабуылдаса, осы аталған компания кеңселерінің күлі көкке ұшатын мәлімдеді. Өйткені бұлардың тыңшылыққа қатысы бар деп санайды. Қауіпсіздік мақсатында компания қызметкерлеріне жұмыс орындарынан кету ескертілді, ал ақш президенті Дональд Трамп жақын арада Иранға қарсы шабуылды тоқтататын мәлімдеді. Өйткені ақш мақсаттарына жетіп, Иранның ядролық қару иелену мүмкіндігін шектегенін айтты. Менің ойымша, Иранға қарсы әскери операция 2-3 апта ішінде аяқталады. Біз оларға өте қатты соққы беріп жатырмыз. Кеше түнде біз зымыран өндіретін нысандардың біраз бөлігін жойдық. Меніңше, тағы 2-3 аптадан кейін біз ол жерден кетеміз. Өйткені мұны жалғастырудың біз үшін ешқандай мәні жоқ. Қазір олардың қолындағы барлық мүмкіндікті толық жоюды көздеп отырмыз. Бірақ оған дейін келісімге келуіміз де мүмкін. Алматыда қайғылы жағдай тіркелді. Интернет алаяқтың қоңырауы егде жастағы адамның өліміне себеп болды. Зейнеткер алаяқтың арбауына түсіп өз еркімен барлық жинаған ақшасын берген, алданған тым кеш түсінді. Осыдан кейін жағдай күрт нашарлап кеткен, енді марқұмның туыстары кінәлілердің жазалануын талап етіп отыр.
Александр Шершаков үшін күн әдеттегідей басталған. Бірақ күнделікті шаруалармен үйде шыққанда алаяқтар ырбауына түсіп қалды. Зейнеткер бейтаныс адамдармен бір көлікте болып жақындарының қоңырауларына жауап бермеген. Кейін хабарласуды сұраған. Тіпті телефонды мүлде басқа адамдар көтере бастады дейді туыстары. Бірнеше сағаттан соң жақындарына оның қайтыс болғаны туралы хабар жеткен. На протяжении всего дня, то есть күні бойы шамамен сағат 1-ден 5-ке дейін біз атамызға үздіксіз қоңырау шалып отырдық. Әдетте ол телефон кітапшасында сақталмаған нөмірлерге жауап бермейтін, ал жауап берген күннің өзінде кейін бәрін түсіндіремін деп мазаламауды сұрайтын. Бір кезде тұтқан бейтаныс ер адам алды. Арт жағынан басқа да дауыстар естілді. Атаның өзі көлікте келе жатқанын айтты. Сол кезде жанында біреулер бар екенін сездік. Біз бұл алаяқтар ма деп сұрағанда ол оны растады. Туыстарының айтуынша ер адамды қала ішінде ары-бері сандалтып банкоматтардан ақша шешкізген. Оны белгісіз шоттарға аудартқан. Бас аяғы 4 миллион теңге. Осыдан кейін өз еркіне жібере салса керек. Куәгерлердің айтуынша қария көшеде кенет есінен танып құлаған. Өтіп бара жатқан адамдар көмектесуге тырысып жедел жәрдем шақырған. Алғашқы көмекті көрсеткен. Алайда өміріне араша түсу мүмкін болмаған. По данному факту управлением полиции Бостандық. Талған дерек бойынша Бостандық аудандық полиция басқармасы қылмыстық іс қозғады. Өкінішке қарай егде жастағы ер адам қайтыс болды. Қазіргі уақытта тиісті сараптамалар тағайындалды. Оның интернет алаяқтардың құрбаны болғаны анықталды. Ол ірі көлемдегі қаражатын берген, соның салдарынан жүрегі тоқтаған. Қазіргі таңда арнайы тергеу оперативтік топ құрылып, қылмысты ашуға бағытталған жұмыстар жүргізілуде. Марқұмның туыстары енді өзгелерді саққа шақырып отыр. Алаяқтар көбінесе қысым жасап, асықтырып қорқытады. Олардың басты мақсаты адамды ойлануға және көмек сұрауға мүмкіндік бермеу. Ғани Мұқашұлы, Альбина Өнербаева, Медет Исапанов, 7-ші арна, Алматы. Өскеменде мырыш өндіретін кәсіпорын экологиялық талапты бұзған үшін 20 миллион теңге айыппұл арқалады. Өндіріс алаңында орнатылған эко-өлшеу құрылғылары зиянды газдың шамадан тыс артқанын тіркеген. Бұл жағдай жел жоқ кезде болған. Мамандардың пайымынша мұндай олқылық шаң газды ұстап қалатын құрылғының дұрыс жұмыс істемеуінен және түтін газдарын тазарту жүйесінде ақау шыққанда болады. Шығыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті 2026 жылы қаңтар және ақпан айларында болған қолайсыз метеорологиялық жағдайларға байланысты Өскемен қаласында орналасқан Қазцинк жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қатысты жоспардан тыс тексеріс жүргізді. Зерттеу барысында күкірт диоксиді бойынша 3,5 есе, көміртек оксиді бойынша 2 есе және де азот оксиді бойынша 1,5 есе нормативтен асу байқалды. Елімізде 8 жаңа электр станциясы салынады. Энергетика министрлігінің мәліметінше жаңа нысандар Курчатов, Қарағанды, Екібастұз, Жезқазған, Семей және Өскемен қалаларында бой көтереді. Сондай-ақ жұмыс істеп тұрған 11 станция жаңғыртылмақ. Аталған жобалар көмір генерациясын дамытудың 2026-30 жылдарға арналған ұлттық жоба аясында жүзеге асырылады. Бюджеттен бұған бір тиында бөлінбейді, барлық шығынды инвесторлар көтереді. Жобаға тартылған жалпы инвестиция көлемі 7,5 триллион теңге. Солтүстік Қазақстан облысында Сергеев қоймасы лық толып ернеуінен асты. Қазір бөгет үстінен ағып жатқан судың биіктігі 20 сантиметрге жуықтаған. Екпіні де уақыт өткен сайын күшейіп жатыр. Сондықтан гидролог мамандар әр 2-3 сағат сайын болжам жасап, жағдайды жіті бақылап отыр. Биыл стратегиялық нысан 2,6 миллиард текше метр су қабылдайды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 26%-ке аз. Өңірде күн күрт жылынып, қардың басым бөлігі еріген салдарынан шағын өзендердің сағасы толып жатыр. Аймақта сақтық күшейтілген. Барлық күш құрылымдар мен техника тасқынның алдын алуға жұмылдырылды. Құтқарушылар 112 елді мекенді назарда ұстап отыр. Ал жылда Есіл өзені тасығанда аралда қалатын Прибрежная ауылында жақын күндері жедел әрекет ету штабы құрылады. У города Петропавловска подъем уровня воды. Петропавл қаласы аумағында Есіл өзені 8-9 сәуірде көтеріліп, 1 мамырға дейін жалғасады. Қазір өңірдегі өзен көлдерде мұз қабаты жұқаруда. Сондықтан сең жүруі де мүмкін. Қар суынан да қауіп бар. Олар жолдарды басып қалуы ықтимал. Жалпы айта кету керек, облыста су тасқынының шарықтау шегі әлі басталған жоқ. Астанада қысқы маусым қорытындыланды. Қалың қарға қарамастан коммуналдық қызмет
қызметтер қаланың тазалығын тәулік бойы қамтамасыз етті. Қазір мекеме көктемгі жұмыстарға кірісіп, көшелерді жуу мен абаттандыруды бастады. Қызметкерлерге көрсетіліп жатқан әлеуметтік қолдау да назардан тыс қалған жоқ. Тілшіміз толықтырады. Қаланың тазалығын тәулік бойы қамтамасыз ететін мекеме қыс бойы шамамен 2 миллион текше метрден астам қар шығарған. Көшелерде көктайғақ болмас үшін 420 тоннадан артық тұз аралас құм себілген. Оның сыртында күн жылынғалы суырылған су тағы бар. Ең көп жұмыс істейтін уақытымыз бұл енді қыс уақыты. Қыста бізде күніне тәулік бойы жұмыс істейміз. Бір сменге бізде 600-700 техника шығады. Және оның сыртында 500-дей жаңа қол жұмысшылар шығады. Біздер былтырдан бастап көпшілік жұмыстарды түнгі маусымға ауыстырып жатырмыз, себебі кептеліс болмау үшін. Енді мекеме көктем-жаз маусымына дайындықты күшейтті. Арнайы техникалар жазғы режимге көшіп, көшелерді жуу мен тазалау жұмыстары қарқын алды. Көп ұзамай жол жиегі, аялдамалар мен жаяу жүргіншілер жолы толық ретке келтіріледі. Мекеме басшылығы осы ауыр жұмысты күні-түні атқарып жүрген мамандардың әлеуметтік жағдайына қарайласып жатқанын да айтады. Алып жатқан пәтерімнің 50%-ын құйып берді. Осы айдың 22-сі күні пәтердің кілтін қолыма алып, көшіп, қазір сол үйде өмірімді жалғастырып сүріп жатырмын. Жұмыс істегеніме 10 жылдан астық. 2025 жылдан бастап Астана тазалық мекемесі бізге жұмыскерлерге жатақхана бөлді. Сол жерден бір орын бізге бұйырды. Міне тұрып жатырмыз қазір 1 жылға жуықтап қалды. Иә, қала тазалығы үшін күн сайын жүздеген маманның атқарып жатқан еңбегі ерен. Жүйелі жұмыс елорданы әрдайым таза әрі көрікті етуге септеседі. Дегенмен қала тұрғындары да тазалықты сақтауға үлес қосса, ортақ іс одан да нәтижелі болмақ дейді мекеме мамандары. Диана Орынтай, Арман Букеев, 7-ші арна. Петропавл қаласының іргесінде орналасқан Бескөл ауылында жаңа емхананың құрылысы басталды. Ол үшін ұлттық қордан 5 миллиардтан астам теңге бағытталды. Қазір құрылыс алаңында 50-ден астам адам еңбек етіп жатыр. Ауа райы тұрақталған соң жұмысшылар саны да артады. Өйткені әлеуметтік нысанды жыл соңына дейін халық игілігіне тапсыру жоспарлануда. Бұл елді мекендегі медициналық мекеме әбден тозған нысан, осыдан 20 жыл бұрын салынған. Әрі ол санитарлық эпидемиологиялық талаптарға сай келмейді. Әрі ауданда адам саны көп болғандықтан ғимарат тарлық етуде. Сол себепті дәрігерлер азаматтарды 2 ауысымда қабылдауға мәжбүр. В настоящее время невозможно обеспечить. Бізде науқастарды бөлек-бөлек қабылдау мүмкін емес, яғни ересектер де балаларда бір жерде қаралады. Оның үстіне бір кабинетке 2 маманды отырғызып күнелтудеміз. Басқа амалымыз жоқ. Ал жаңа емхана бой көтерген соң, мына ғимаратты дәрігерлер жатақханасына айналдыру жоспарымызда бар. Жезқазғанда полицейлер ер адамды лаулап жанып жатқан өрттің ортасынан аман алып шықты. Таң сәріде көп қабатты үйдегі пәтерде өрт тұтанып, жоғары қабаттарда әп-сәтте қою қара түтін басқан. Әр секунд санаулы сәтте өз өмірлерін қатерге тіккен тәртіп сақшылары бірінші болып ішке кірген. Олардың бірі төтенше жағдайдан 3-ші рет адам құтқарып отыр екен. Сюжетті көріңіздер. Мир көшесіндегі үйде өрт шыққан туралы хабар таңғы 6-дан аса түскен. Оқиға орнына алғаш болып полицейлер жетеді. Ол кезде подъезд бен жоғары қабаттарды қалың түтін басып, тыныс алу қиындап, көзге ештеңе көрінбейтін. Уақытты жоғалтпай қызметкерлер жанып жатқан пәтерге кірген. Бөлменің түкпірінде өрттің қақ ортасында олар ес-түссіз жатқан ер адамды байқайды. Ойланбастан 4-ші этажға көтерілдік. Сосын мен бірінші болып пәтерді есігін ашып, бірінші болып кіруге тырыстым, бірақ бір 4-5 секунд кіруге тырыстым, бірақ кіре алмадым ішіне 4-5 секунд. Өйткені жаңағы өрттің несі қатты болды да, жанып жатқан. Содан кейін қасымдағы жігіт қасымдағы напарнигім сол крем деп ішке қарай. Басында ішінде өзі адам бар ма, бар емес пе, толық көзіміз жеткен жоқ. Содан кейін бір көршілеріне бір кісі келді, сол кісі айтты, ішінде осындай ішінде адам жатыр, бар дегендей. Полицейлер зардап шегушіні қою түтінмен жалынның ортасынан көтеріп алып шығып дәрігерлерге тапсырды. Олардың батыл әрі үйлесімді әрекетінің арқасында ер адам ажалдан аман қалды. Олардың бірі қызмет бабында бұған дейін де адам құтқарған екен. 6-7 жылдың ішінде бұндай оқиға менде өз басымда 3-ші орын алып тұр. Бірінші 2020 жылы ол
ғарышкерлер бойында 4-ші қабатта қылтимада секірмекші болған қызды құтқарған болатынмын. Екінші жайт 2024 жылы Жезқазған қаласы Сатпаев көшесінде орналасқан мосттан секірмекші болған қызды құтқарған болатынмын. Міне бүгін тағы да адам өмірін сақтап қалып отыр. Өрттен кейін тұрғындар құтқарушыларға алғысын жаудырды. Олардың айтуынша өз ісіне нағыз адал азаматтардың еңбегі еленуі керек. Работа очень налажена сегодня. Бүгінгі жұмыс өте жақсы ұйымдастырылған. Бұрын мұндайды тек кинодан көретінмін. Біздің полиция, собор, өрт сөндірушілер барлығы да мықты. Өте жоғары деңгейде жұмыс істеді. Алғысым шексіз. Жарты сағаттың ішінде бәрін реттеді. Өздеріңіз де көрдіңіздер, өрт қатты болды. Зардап шегушіні оттың ішінен алып шықты. Нағыз кәсіби мамандар. Мұндай оқиғалар арнайы қызметтердің қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі мүмкіндігін көрсетеді. Осы жолда олар біліктілік пен батылдықтың үлгісін көрсете білді. Айзат Тұрғынбекқызы, Наргиз Сапар, Никита Гордеев, 7-ші арна, Жезқазған. Шымкентте қаланың символына айналған қызғалдақ гүлдет. Биыл қала ішіне 1.600.000 түп дала гүлі отырғызылған. Қазір алқызыл, сары, алуан түсті қызғалдақ айналаны ерекше сәнге бөлеп тұр. Гүлге көмкерілген шаһардың көрікті келбетін бірге көрейік. Осындай жақсы, әдемі ақпаратпен жаңалықтарымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.